Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін таңға асқа тары жармасын пісірдім. Ол үшін суға керегімізше тарын салып, алдын ала пісіріп аламыз. Одан кейін барып ішіне тұзын саламыз да отқа қойып, бір қайнатып пісіреміз. Одан кейін үстіне сүтімізді бір қайнағаннан кейін сүтімізді құямыз. Сүтімізді құйғаннан кейін сармайыңызды салсаңыз болады. Міне, қазір сүт құю процесі. Осыдан кейін міне бере бересіз, секеріңізді салсаңыз болады. Бірден қайнап жатқан кезде салсаңыз болады, бірақ маған болғаннан кейін салған ұнайды. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма лайк басып, қолдау көрсетіңіздер, мен үшін маңызды.